Сәлем баршаңызға, сіздермен ләззат. Бүгін сіздерге хан салаты немесе королевский салат деп аталатын салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең әуелі салатқа қажетті заттардың барлығын алдын ала жуып, тазалап аламыз. Бізге қияр, жұмыртқа, ірімшік және де қызанақ піскен ет қажет болады. Және де шетел ірімшігі қажет болады. Барлығын алып, қолымызбен ұсақтап, арасын ашып шығамыз. Бұл бізге салаттың ішіне және де сәндеуге қажет болады. Міне барлығын осылай ашып, дайындап алдық. Енді содан соң қиярымызды майда бөлшектерге бөліп аламыз. Видеоға мұқият қарасаңыздар, жіңішке етіп кесіп алдық. Егер дәл осылай қалдырсаңыздар да болады, немесе осы қиярымызды қиғашынан үшбұрыштетіп бөліп алсаңыздар да болады. Қиярымызды да турап дайындап алып, ыдысымызға саламыз. Содан соң қызанағымызды 4 бөлікке бөлеміз. Қызанақты да 4 бөлікке бөліп, ыдысымызға салып аламыз. Және де алдын ала піскен сиыр еті немесе жылқы етінде қолдануға болады. Жіңішке етіп, ұзыншалап турап аламыз бұны да. Содан соң жұмыртқамызды ортасынан бөліп, және де бұны да жіңішке ұзынша етіп турап шығамыз. Салатта өте әдемі болып көрінеді. Сол себепті ірілеу етіп турағандарыңыз дұрыс болады. Және де ең соңында бізде ірімшігімізді де жіңішке етіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қиғаш етіп турасаңыздар да болады, немесе дәл осылай кубиктап турап салсаңыздар да болады. Ең бастысы жіңішке болу қажет. Барлығын турап дайындап алдық. Жаңағы майда бөлшектерге бөлген шетел ірімшігімізді жартысын турап саламыз, жартысын бетіне алып қоямыз әсемдік үшін. Ең соңында жүгеріні және де майонезімізді салып, керегінше жақсылап араластырып аламыз. Дәмі сондай өте дәмді, түрі де өте әдемі салаттардың бірі. Тарелкамызға салат жапырағын орналастырамыз. Егер болмаса, ол қажет емес. Және де салатымызды салып, бетіне шетел ірімшігін өте әдемі етіп дөңгелектеп қойып шығасыздар. Осымен біздің өте әдемі хан салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, қонақтарыңызға да ұнайтын сөзсіз. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.